Достар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі кейіпкерлеріміз Марлен мен Анель шын сезім алдында дертте дәрменсіз екеніне айқын дәлел. Марлен ауыр сырқатқа шалдыққан сүйіктісінің жанынан 7 жыл бойы бір елі алыстамаған. Ғашығына өз махаббат арқылы үміт отын өшірмеуге күш берген, сертінен таймаған жігіт. Анель болса аяқ астынан дертке душар болып оң ота жасалған. Өмір үшін, махаббат үшін күресіп, сырқатты жеңіп шыққан батыр қыз. Марлен мен Анельдің бір-біріне серт беріп, қол ұстасып, ауруға қалай төтеп бергені туралы фильм түсірілсе, Голливудтың ешбір жобасынан кем түспейді. Күнім сен сөнбеші, сөнбеші, сөне көрмеші. Күлкімнің түссе сәулесі, шайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі. Күнім ау, күнім сен сөнбеші, сөнбеші, сөне көрмеші. Күлкімнің түссе сәулесі, шайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі. Күнім ау. Шабым, сен данасың, дарасың. Қатты таңданба, мына жалғанда менікі ғанасың. Сан сарсаңға кейде салсам да, естен тансам да, сүймеймін демедің. Сол мінезіңді мен бір өзіңді жақсы көремін. Күнім сен сөнбеші, сөнбеші, сөне көрмеші. Күлкімнің түссе сәулесі, шайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі. Күнім ау, күнім сен сөнбеші, сөнбеші, сөне көрмеші. Күлкімнің түссе сәулесі, шайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі. Күнім ау. Қақтың қасығым, сен үзілмес үміттің. Үні сезімнің, нұры көзімнің, жанымды менің жылытты. Тілдескен бе біз гүл кештерде, сырлар көшкенде жүректен жүрекке. Сен күлген кезде, серпілген лезде, тастай түнекте. Күнім сен сөнбеші, сөнбеші, сөне көрмеші. Күлкімнің түссе сәулесі, жайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі. Күнім ау, күнім сен сөнбеші, сөнбеші, сөне көрмеші. Күлкімнің түссе сәулесі, жайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі. Күнім